Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге пиццериядағыдай болып шығатын маргарита пиццасының оригинал рецептісімен бөліскім келеді. Қамыры жұқа әрі жұмсақ болып келетін қазіргі таңдағы хит рецепт. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен мен пиццамыздың қамырын жасайтын боламын. 30 диаметрлік 2 пицца жасайтын болғандықтан 150 грамм ұнымызды електен өткізіп, ортасын ашып, жылы сүт құямыз. Жылы сүтіміз 150-дің жартысы 175 грамм болу керек. Егер сіздерде сүт болмаса, жылы суда жарай береді. Одан кейін 2 ас қасық аштығымызды қосып, 1 шай қасықтың жартысындай қылып, тұзымызды 1 шай қасық полный қылып, қантымызды қосып, қасықтың көмегімен бірінші араластырып, одан кейін қолымызбен жақсылап араластырып илейтін боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай араластырасыздар. Қамырдың бірде-бір жұмсақ болуының бір себебі ол ұнымызды ұн илегіштен жаңағы ситамыздан жақсылап өткізіп алу. Міне қамырымыз илегенде осындай болу керек. Енді сұйық май немесе оливковый масламызды құйып, жақсылап қайтадан ұнымызды илеп біріктіретін боламыз. Қамырларыңыз видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене қаттылау болуы керек, себебі сіздер ашытуға қоясыздар, тындырасыздар, сол кезде ұн қайтадан өз қалпына жұмсарып келеді. Міне мен қамырларымызды біріктіріп алдым. Енді домалақтап осылайынан қолмен тағы да бір илеймін. Одан кейін саусақтарыңызды өстіп қойған кезде саусақтың ізі қалатындай болу керек қамырларыңызда. Келесі кезекте мен 2-ге бөлемін, себебі 2 пицца жасаймын. Сондықтан осыны 2-ге бөліп, оны домалақтап, үстіне оливковый масламды жағып, бетін жауып, 40 минутқа немесе 1 сағатқа қамырымыздың екесе кішкене үлкейіп тыңғанынша осылай оливковый масланы жауып тындырып қоямыз. Оливковый масламызды астына үстіне бәріне жақсылап жағып тындырып қоямыз. Қамырымыз жабысып қалмас үшін. Енді пиццамыздың бетіне қойылатын салмасын әзірлейтін боламыз. Мен 2 пиццаға 2 түрлі салма әзірледім. Біреусі қызанақтан, біреусі колбасадан. Мен сырымызды осындай сыр алдым. Негізі өздеріңіз қалағанда сыр болады, бірақ пиццериядағыдай пицца шығу үшін осындай сулугуня мен моцарелла сырын араластырып қоссаңыздар, вообще күшті болып шығады. Енді қамырымызды міне осылай саусақтың көмегімен жаңағы піскен кезде көтеріліп қалың болып қалмас үшін осылай үстінен басып шығамыз. Саусақтарымызбен жан-жақтарын осылай домалатып алғаннан кейін. Енді пиццамыздың бетіне соусымызды қосамыз. Соустарыңыз болмаса, кетчуп қосаңыздар да болады. Мен сияқты кетчуппен де дәмдірек болып шығады. Егер соус болса, соуспен де күшті шығады. Енді осының үстіне жаңа үгітілген сырларымызды қосамыз. Осылай жан-жағына шашыратып, сырымызды үстіне осылай қосатын боламыз. Одан кейін туралған қызанағымызды бір-бір талдан әдемі қылып пиццамыздың бетіне қойып шығамыз. Пиццамызды пешімізге салмас бұрын, алдын ала 10-15 минут бұрын қыздырып аламыз пешімізді. Содан кейін бар пиццамызды саламыз. Пиццаның пісу уақытысы 5 және 7 минут аралығында ең максимальный градусқа қоясыздар. Менде мысалы ол 250 градус. Міне пиццамыз пісіп шықты, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Жанат. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.